Сендер осындай нәрсе істейін деп отырсыңдар. Сендер просто атып тастау керексіңдер, бар ғой, сендер халық жауысыңдар. Ана президенттік іздеп жүрген 20 мың террорист мына бар. Ауыл әкімі бар, Дәулет Оразов, ауданның әкімі Қадырмұрат Болатұлы бар. Мысалы, мектептің апатты жағдайы, судың мына болып жатқан коррупциясын айттым. Bir шара қолданған жоқ ауданның әкімі Қадырмұрат Болатұлы. Неге қабылдады ғой шара? Жоқ, ешқандай шара қабылданған жоқ. Органдардың бәріне жабылып ойнай бастасыңдар ғой, бірі пәре етіп, бірін бір жабылып отыр. Бізде болып жатқан жағдай, құрметті президент Қасым Жомартұлы, қараңыздар болып жатқан жағдайларды. Мектептің сыйқы, ана ауылдың сыйқы, мына көшенде бір түсіріп қойсаңдар мына жердегі. Міне ауыз судың жағдайы мынау, тұрғылардың орнына ауыз суды техникалық талаптарға сай атқарылмаған. Сендер ақша болып қадағалағансыңдар оны. 278 миллион ақшаны 100 миллион теңгеден астамы жаңағыдай коррупция болған бұл жерде. Құмы көмілбеген, құм төселмеген астына. Ана мен видео материалда сіздерге бердім. Қалай жатқан траншеялардың астында құмы да жоқ, мүше мынандай тас мынандай бәле батырлерімен көміп тастай берген. А бұл тұрба бұлар қозғалады. Бұл жер сілкінісі болады. Соған сейсмостойкий болу үшін құммен де көмбеген ғой. Жетсатсуға барып айттым, сендер неге келіп бұны ремонт жасайтындар? Бұл ана ескі максимум субподрядчиктің басшысы Шералы Қаныбеков келіп жасау керек бұлардың бәрін. дұрыс ол. Неге сендер келесіңдер десем, бізге жаяқпен айтпа.